Міне осыдан үш жыл емес 2 жыл бұрын бизнестарымды жапқан болатынмын. Себебі өзімді іздеп бастадым да, білмеймін, шаршап кеттім ба, стрессқа түстім ба, білмеймін. Сол 2 жыл бойы қазір жұмыссызбын. Ананы бір бастаймын, мынаны бір бастаймын, аяғына жеткізбеймін. Бірақ кредиттер өте көп болып кетті. Білмеймін, даже бұрын жұмыс істеп жүргеннің өзінде, бизнесім болған өзінде мынандай кредит алмай тұрмын да. Қазір біріншісіне бірін кредит алып, мен кредитқа өмір сүріп жатырмын. Себебі адамның өз деңгейі сол ғой, сондай бір ақшада өмір сүріп қалған адам одан төменге түскісі келмейді да, сол деңгейде өмір сүргісі келеді. Сондықтан отдыхқа кредит алам, басқа бір үйдің жағдайында кредит алып қоям. Ал бірақ бастаймын, қазір бұны жабам, жұмыс жасайын деп бастаймын. Осыдан міне 6 жыл бұрын тоже Қытаймен сауда жасап бастадым. Бірақ не осыдан 2 ай бұрын ақырысын распродаж жасап сатып жібердім да. Или жүрмей ма, или энергиям дұрыс емес па, өте көп қазға кіріп кеттім. Менің запросым сол планстан шығып, өзімді тапқым келеді, өзімнің ісімді дейін ба, кәсібімді дейін ба. Мен 15 жыл, 20 жыл продажада жүрген адаммын негізі. 41-десіз ба? Қай жақтансыз? Астанада тұрасыз, Астанадасыз, тұрмыстасыз, жолдасыңыз бар. Кері байланыс беруге рұқсатсыз ғой, менің тарапынан. Әрине, сол үшін шықтым. Өміріңіздің басым бөлігінде немен айналыстыңыз? Продажада болдым. Шын айтайын, 10 жыл сол біреулерге жұмыс істедім. Көбінде осы 5 жыл өзім саудамен айналыстым. Осыдан 2 жыл бұрын барлығын жаптым. Жолдасым екеуміздің арамызда түсінбеушілік басталды. Енді мен ондан бір әйел адам көп өзінің мойнына алып қояды ғой. Сондайды өзім түсіндім да, үйде бір ер адам құсап кеттім, өйткені кешке дейін бизнес стресс, соның барлығы менің мойнымда. Енді үйдің 80-90% менің мойнымда болды. Балалардың оқуы, киім кешегі деген сияқты. Содан өзімді бір дұрыс сезінбедім ба, содан екеуміздің арамызда сондай бір түсінбеушілік пайда болды. Сондай. Одан кейін мен сол барлығын жаптым. Енді барлығы сенің мойныңда болсын, ер адамсың, сен барлығын көтер, мен шаршадым деген сияқты. Мен сондай жауап тастадым. Бірақ сол кезде менде трансформация басталды да, мен не істеп жүрмін, бұл менің кәсібім емес деген сияқты бір жылдай бір айтады ғой, шатас еттім да өзім. Сол кезде барлығын тастап, жауап тастадым. Бірақ содан бері міне 2 жыл, 3 жыл өтті, бірақ ештеңке бір өзгерген жоқ. Әлі бір сондай калибр бар да менде. Анан бастап тастап кетем, мынаны бастап тастап кетем. Не бастасам да аяғына дейін жеткізбей жүрмін да. Былай ғой енді, бәрекелді. Мен анау қатты енді терең кетпеймін енді. Терең кетпеймін, потому что уақыт бізде қысқа. Енді біз мысалға сізге кемінде мысалға мен сізбен разбор жасасам, жеке мысалы терапия не өткізсем, мен 1 сағат кемінде разборға жіберемін да, то есть сұрақ жауап, содан кейін проблеманың бір несін дейді ғой, түбірін тамырын тауып алып, содан кейін сол бойынша терапия жасаушы едік та. Бірақ бізге уақыт қысқа болғандықтан қазір мен сізге де пайдалы, и содан кейін ортақ баршаға да пайдалы бір ортақ дүниелерді, ортақ бір заңдылықтарды, ортақ бір жаңағы сценарийлерді дейді ғой, көрсетуге тырысайын иншалла. Алла зейін жарсын. Енді қараңыз, сізде Лаура ханым, негізінен көп адам басында кездесетін нәрсе ғой, сізден жасыңыз, біздегі замандас екенбіз да. Сіздің тоже айтып отқан нәрселеріңіз басымнан өткен да. Енді сізден айтып отсыз ғой, мен бала күйеуіме жауапкершілікті мен бүкіл жауапкершілікті алып аптым, жайлап саған бердім, толықтай бердім. Азамат болған, сен асыра, сен жауапкершілікті ал, сен біздің қажеттіліктерді жап дедіңіз да. Солай істеуге сізді не итермеледі мысалы? Білмеймін, бір жақтан инсайт алдыңыз, бір жақты бір психологтар кеңес берді ма? Неге аяқ астынан сөйттіңіз? Сол уақытта жолдасымның менің көзіме шөп салғанын білдім. Бірақ ол сол моментта болмаған, неше жыл бұрын болған екен. Бірақ ол сол момент маған айтты, өзім мойындады. Себеп не үшін мойындады? Мен өзім мойындаймын, мен әйел болғаннан сен ақшаны көп таба бастағанда кішкене еркекті менсінбей бастайсың ба, или төмен түсіре бастайсың ба, менде сондай болды.
Өйткені барлығы мен мойында болғаннан кейін бұл мен ойлаймын бұл біздің ақтаған емес табиғатымыз. Мүмкін енді тым ақылды әйелдер бар шығар олай жасамайтын. Менде сондай болды, кішкене күйеуімді басып постоянно мен ақша тауып жүрмін, мен бүйтіп жүрмін, мен сөйтіп жүрмін деп сондай айта бастағаннан ол сол оқиға маған айтты. Ол бірақ сол жылы болмаған, неше жыл бұрын болған. Біз өте ерте үйренгенбіз. Ну, получается, 19 жасымызда менің үлкен ұлым қазір 24 жаста. Бұл кезде, ол маған сол оқиғаны айтқан кезде маған өте қатты әсер етті, себебі мен енді жоқшылық кез дейміз ғой, енді біз алғаш қосылған кезде студентпіз, мен оның оқуына не бердім, мен өзім жақсы мектепті бітірген қызбын, бірақ ер адам оқып алсын, мен саудада жүре беремін, тағы бір жерде жұмыс істей беремін, ол бір охранник болып қалмасын деген менде түсінік болды да, оның оқуына барлығына жағдай жасадым, ол қазір осы жерде отыр, ал сол жерде начальник болып істейді, үлкен компанияда уже неше жыл, 10 жылдан асты. Сондай мен өзімді бүйтіп ақша табайын деп ер адам пысап, керісінше оны бір балам сияқты ма білмеймін енді, сондай түсінік болды, соны оқыта беремін, бірақ соны естігенде маған жүрегіме қатты әсер етті, себебі ол мен әйел ретінде көрмеген сол адамның жағдайын жасаған, бір жыл үлкен отношения болған сондай сол қызбен. Мен соны естідім, оның өзінің аузынан естідім, оны білесіздер, өте маған ауыр болды. Сондықтан мен барлығын тастап кеттім. Себебі, сен осылай жасайды екенсің, мен сен бір жағыма шығарайын, бала шағамыз бірге асырайық, біз осындай жеттік бірге деген кезде сен сондай жасай алады екенсің, значит, мен ештеңе істемеймін, мен қиналмаймын. Сен өзің жаса деген сондай ерегес менде пайда болды. Бірақ қазір неге мен оның барлығы менде жақсы болатын болса, менде финансовый жағдайым барлығы, мен бұлай сізге мүмкін шықпаушы едім, өзімді әлі ізденбеуші едім, себебі ол осы 2-3 жылда ешқандай, бір сол жұмысын жасайды, бірақ бір жалақы Астанада жетпейді. Мен солай емдейші. Мен 2 жыл үшін күттім, ол кісі сөйткен, бірақ ол кісіден ешқандай нәтиже болмағанай, менің ішіндегі сол бұрын қайтадан оянып бастады да, мен өйткені балаларым үлкен, ол кісіні басып бастадым да, мен ақша тауып жатырмын, мен сондаймын, мен мұндаймын деп кеудемді көтеріп, ол кісіден жоғары сондай бастағаннан кейін, ер адам бір болады ғой, басқысы келді ма, сондай нәрсемен айтқысы келді ма, білмедім оның не үшін мойындағанын. Менде сондай мен қарым-қатынасымыз өте былай түзеді, өйткені ол оқиға болған 2 жыл болып кетті, жаңа айттым ғой, 2 жыл бұрын барлығын сол кезде жауып тастағам деп. Мен кішкене енді қалай да туладым деймін, солай болды. Бірақ мен енді ақылға салдым, себебі біз 3 жыл тәрбиелеп отырмыз. Мен сондай кезде, сондай бір оқиға үшін мен шаңырағымды ортаға түсіріп, ертең құда-құдағи болатын кезде деген сияқты. Мен бәрі кішкене ақылға салдым, бірақ өзіңіз білесіз, ол өте ауыр нәрсе. Мен енді толық кешірдім ол кісіні деп айтпаймын. Бірақ бұрынғыдан кішкене жөнделді, қарым-қатынас. Жаңағы финансовый жағын ол кісі көтере алмай отыр. Бізде де мәселе қазір сол болып жүрді. Жақсы, тікелей сұрақтар ғой, негізінде финансовый жағдай мәселе емес қой негізі. Сіз ол ситуацияны толықтай жібердім деп айта аласыз ба? Айта алмай, жібермедім. Жібермедіңіз. Бір екіншіден өкпе-реніш бар ғой бәрібір оған деген. Өкпе-реніш бар ғой. Жібере алмасаңыз демек. Өкпе-реніш жоқ, бірақ сенімсіздік бар. Мүмкін басшыларды білмеймін. Оны түсініксіз менде, түсініксіз сезім, мен айта алмайсың. Мүмкін жібермедім. Мүмкін кешірмедім әлі білмеймін. Сіздерге кері байланыс берсеңіздер болады енді. Бұл кісі Лаура ханым былай келіп, дұрыс айтасыздар, дух керек та, дух керек. Дух керек, былай шығу, ол сіздің уже өзгеріске деген үлкен қадамыңыз ғой негізі. Былай көптің алдында ашыла алуыңыз. Сіз көптің алдында ашыла алмай іште сақтап жүрген кезде ол нәрсе сізді басқарады да. Ал сіз соны сыртқа шығарып айта алған кезде сіз ол нәрсені басқара бастайсыз. Сондай үлкен қадам жасап отырсыз да. Күшті. Сол үшін мықтысыз. Давайте тоже келесі барыс берейік. Қол көтерумен. Кім келседі, что Лаура ханым өте жаңағыдай табанды, қайратты әйел. Өжет әйел, иә. Ата өжет, енді сіздің өжеттігіңіз, қайраттылығыңыз, харизмаңыз дейді ғой, харизмаңыз біраз еркекті бас кетеді ғой негізден. Потому что билік құмарлығыңыз да бар деген сияқты да, билік құмарлық та бар. Плюс енді не бар? Эмоция бар, енді бұрын ғана сезімдер нелер басылмаған.
Менің өзім сізді бүйтіп зорға ұстап отырмын да. Очень. Енді ойлаңыз енді, сіздің күйеуіңізге қалай приходится? Сізді ол кісіде мощный болу керек қой сіз. Енді сізге тағы да бір сұрақ. Көрдіңіз, енді былай да нәрсе, енді сіз біріншіден қарым қатынаста мәселелер бар. Потому что қарым қатынаста сіздер негізінен, қазір мен сөйлеймін, мен қысқа қарайса диагноз ғой, негізі. Қарым қатынаста көп энергияны сливать етіп отырсыздар. Ол кісіде, жолдасыңызда, сізде. Қазір сіздерде енді ашық айтқан кезде сезім, мысалға да, тоже отбасына өзіңіз процентпен айтыңыз да, процентпен айтыңыз. Отбасына сезім, махаббат, сыйластық қанша процентке ұстап тұр? Мысалға мен бұл жерден отбасын ұстап тұрған факторлар негізінен, бірінші фактор, мен бірінші үлкен фактор ретінде сіз балаларды көріп тұрсыз да. Мен мысалға сіздің сөзіңізден, бәрі сіздің сөзден аламын ғой мен. Негізгі менің сезімше сіздің отбасыларыңызды ұстап тұрған негізгі фактор балаларда, сіздің сөзіңізде. Енді сізге просто процентажмен жауап беріңізші. Балалар қанша процентке ұстап тұр? Сезім, махаббат, сыйластық қанша процентке ұстап тұр? Қайсының процентажы басым? Сезімнің басым ба, или бала шағаның басым ба? Сыйластықтікі басым шығар. Енді білмеймін, ол сезім бе мүмкін. Бала шағаныкі емес. Бала шаға үшін ғана өмір сүріп жатқан жоқсыз, дұрыс па? Жақсы. Жоқ. Енді ол жақсы, өте жақсы. Потому что бізді түбінде сыйластық, махаббат, сезім ұстау керек қой негізі. Потому что бала шағаңыз, тем более ұл балалар ұядан ұшып, жаңа айтып жатсыз, оқытқым келеді деп жатсыз, олар оқып өз армандарын қуып кеткен абзал ғой негізінен. Сізде түбінде сіздер екеуіңіз қаласыздар ғой. Сіздер не ойлаңыз? Сізде түбінде екеуіңіз қалған кезде сіздің араңызда сыйластық, сезім, махаббат, жылулық болу керек та, болу керек. Любой әйел, 90% әйел бар ғой, сіздің жағдайыңызда ол ситуацияны жібере алмайды, кешіре алмайды, өкпелейді, өкпереніш болады. Ол есіне түсіп тұрады. Ол есіне түсіп тұрады да. Сізге по-любому есіне түсіп тұрады. Сіз бер жағыңызбен, сіз қайратты әйелсіз, күшті әйелсіз. Интеллект бар ғой, сізде интеллект мощный. Ақылмен ананы бастадыңыз ғой, сезімді ше. Жаныңызды жаншып, жараны бетін неғып бастадыңыз, болды. Тура сондай еді. Оны жіберу бойынша психотерапевттен Жұмыс істедім. Қанша уақыт жұмыс істедіңіз? Қанша сеанс бардыңыз? Көп сеанс бардым деп айта алмаймын. Бір 5 сеанстай бардым негізі. Бірақ білесіз бе, мен түсінемін, мен бала кезімде спортпен айналысам, әлі күнге дейін мен жұмасына 5 күн залға барам. Мен білемін, тренер бізге айтады, үйретеді, бірақ біз оны өзіміз жасаймыз да негізінде. Тура сол сияқты психологтың айтқан біз өзіміз жасауымыз керек. Ол кісі дұрысты, мен ешқандай психологты жақтандамаймын. Бірақ мен өзім мүмкін дұрыс жұмыс жасамадым деп ойлаймын. Сол кісінің айтқандарын мен жасамадым деп мен өзім ойлаймын. Böyle жасамасаңыз, енді ол жерде сізде эффект болған жоқтан жаран. И плюс сізге жасамауыңызда сіз мүмкін естігеннен кейін сразу бардыңыз ғой, Естігеннен, я сразу бардым негізі. Себебі сізде жара свежий болып тұрды ғой. Сізге ана больға кіруге әңгіме жоқ, қиын болады да. Больға кіруге әңгіме жоқ. Может быть. Сіз мысалға больдан қаштыңыз да, мысалы бетін жаба салдыңыз да. Потому что сіздің бессознательный часть дейді ғой, бессознательный, сіздің түп санаңыз, бейсанаңыз, сіздің бөлігіңіз алып қашады ғой больдан. И плюс ол одан да терең бір больға кіріп кетуіңіз мүмкін ғой. Алып қашады да сізді. Сіз алып қашқаннан кейін сөйтіп сылап сипап, бетін жаңағыда не қыласыз да, іштей ол бір әлсіздік бар, ақтар бар, қорқыныштар бар, бір белгілі бір тәуелдіктер бар. И одан қорқу, оға жол жаққа бармау, бетін жыл жауып қою, ол 90% адамның істейтін әрекеті да. Сіздің кемшілігіңіз емес ол. Заңды әрекет. Ендігі кезекте не істей аламыз деген кезде қазір менің сезіммен, енді сіздердің энергетикаңыз сезем ғой мен, бірден адам. И көбінесе сіздің әңгіме жоқ, қаржы мәселесі бар, қаржы проблемасы бар. Ол жақта да белгілі бір сценарийлер бар, нелер бар. Но бірақ сіздің энергетикаңызды жеп тұрған нәрсе, сіздің ресурсыңызды жеп тұрған кезде, сіз өте ресурсны әйелсіз да, ойлаңыз, сіздің тағы да бір ресурстарыңыз жеп жатыр да, ресурстарыңыз жеп жатыр. Ол күйеуіңіздің ресурсын жеп жатыр, күйеуіңіздің энергиясын жеп жатыр, бұл қарым қатынаста ол шешілмеген мәселе, емделмеген жара ғой, короче. Бетін жауып қойғанмен не қылған. Енді қараңыз, былай ғой, короче, міне,
мынау сіздің күйеуіңіз, мынау сіз, короче. И сіздің араңызда, менің методикам бойынша сіздің араңызда не пайда болды? Грязная территория дейді, яғни лас территория пайда болды. Лас территория деген не? Лас территория деген нәрсе ол айтылмаған, іште жаншылған негативті эмоциялар. Проживать етілмеген, емделмеген эмоциялар. Енді мына жақта жаныңыз соған жаншылып жатыр да, жаныңыз шырылдап жатыр. Ей, мені құтқаршы, маған емдеші, мына ауыртпалықты менен алшы деп жатыр да. Ал сіздің ақылыңыз, сіз өте ақылдайсыз, сіздің плюс эгоңыз бар да. Эго ол нормально, любой адамда бар эго. И сіздің эгоңыз ана не істеп қойды, ана жанымен контактқа жібермей жатыр ғой, түсініп отырсыз ба? И мына жерде ана кісіде де сізге деген бір ол кісіде де по-любому бар ғой, по-любому сіз мысалға 20 жылдан астам отау құрдыңыз, по-любому ол кісіде де сізге деген не бар? Негативті эмоциялар бар. Негативті айтылмаған, жаншылған, айтылмаған эмоциялар, негативті эмоциялар бар. Лас территориясы бар да. Қоқысы бар ғой, короче, қоқысы бар да. И ол қоқысы не істейді? Ойбай, ешкім көрмесін. Біз не істейміз? Нені ойнай бастаймыз? Үлгілі семьяны ойнай бастаймыз ғой. Ой, ешкім көрмесін, бәрі нормально, бізде бәрі нормально, біз керемет үлгілі отбасымыз дейміз да. Бүйтіп қоқысты бүйтіп тықпалаймыз ғой анау. Тықпалаймыз, кремнің астына тығамыз, ненің астына тығамыз, не қыламыз. Бірақ ол қоқыс кеткен жоқ. Біздің көзімізге көрмесе де ол бірақ кеткен жоқ, іште қалды. И ол аяқтан астынан жан сұранып жатыр да, мен шығаршы, маған бостандық берші, еркіндік берші, маған назарын аударшы деп жаны шырылып, ана жақта мына блокировать жатыр да, эго блокировать жатыр, сіздің ақыл блокировать жатыр да, үндеме, короче, аузың жап, короче, ешкім бәрі нормально. Бірақ жаны емделген жоқ, ана жан назарды күтіп жатыр да. Ана кісіде де солай, и не істей бастайды, екі адам арасында мынандай өкпе қара қазанда дейді ғой қазақ. Өкпе қара қазанда өсіп кеткен, бірақ біз оны елемейміз, не қылмаймыз, лас территория не қылды, и не істейді, жайлап ара суй бастайды. Ара суй бастайды. Қазір енді балалардың қылығы, балалардың ортақ мақсаттар бар ғой сіздерде. Балалар жеткізсек, өндірсек, өсірсек, жаңағыдай оқысақ, үйлендірсек, қондырсақ деген. Сондай ортақ мақсаттар бар, ортақ мақсаттар ұстап тұр примерно. Но бірақ ол мақсаттар кетеді, енді бірақ кейін мемереп, шөбере пайда болып, тағы да сыйластықпен, бірақ ара суй бастайды. Но жан шырылдауын тоқтатпайды, ара суй бастайды. То есть енді не істеу керек, мәселе не істеу керек, мынау қоқысты тазалау керек. Экологично тазалау керек та. Өте ашық әрі сыпайы түрде сөйлесіп, өзіміздің жанды емдеп. То есть енді не істеу керек? Мына екі сіздердің мынау сіздің Лаураның жаны, сосын сіздің жолдасыңыз жаны, шын мәнінде оларға бар ғой, жан мен жанға бар ғой, білесіз бе не керек? Сіздің жаныңыз кезінде ол жанды, егіз жанды не істеді? Іздеді де бірге тапты ғой. Жандар негіз бір-біріне даму үшін де қосылады ғой, дамыту үшін де қосылады да. Енді кезінде сөйтіп қосылған жандар не істеді? Жанға негізі ештеңе керек жоқ. Екі адамның жанына махаббат, түсіністік, идея, үндестік, жылулық керек болды. И сіздер мынау бір-біріңіз жаныңыздың қажеттілігін неге бере алмай жатырмыз да. Сіздер жаман болғандықтан емес, просто мынау негативті эмоциялар кедергі болып тұр. Оны бүйтіп ақыл еңсеріп лақтыра алмай тұр да. Енді қараңыз. Енді мына ақылды өшіріп, мына өкпе-реніштердің бәрін кешіріп, содан кейін жандарды сөйлестірген кезде бар ғой, жандарыңыз рахат ала бастайды ғой. Жандардың арасында не кетеді? Махаббаттың потогы дейді ғой, махаббаттың ағымдары, энергиясы кетеді. И ана махаббаттың энергиясы не істейді? Излечить етеді да, яғни емдейді. И плюс бірінші кезекте сіз өзіңізге деген махаббатқа, Лаураның өзіне деген махаббатқа не істей қойып тұр? Бірінші кезекте сіз Лаура өзіне деген махаббатқа блок қойып тұр да. Блок қойып тұр. Ана махаббаттың сіздің денеңізде, сіздің бойыңызда махаббаттың энергиясы айналмай тұр ғой, блок болып тұр да. Блок болып тұр, содан кейін айналмай тұр, сізде содан кейін жаңағы сливаете, и содан кейін жаңағыдай осылай қатайып баратсыз да. И содан кейін әңгіме жоқ. Ана бер жақта ол ақша таппай жатыр, ол толықтай қамтамасыз етпей жатыр, содан кейін қайтадан шығып кету деген, ол по идее сіздің эгоңыз, сіздің ақылыңыз, сіздің обидаңыз сөйлеп жатыр ғой, короче, оған. Непроработанный. Жабылмаған қажеттілік сөйлеп отыр да. Қандай обстановка бір-біріңізде, енді шынай айтыңызшы, как сіздің сезіміңізше, сіз оған энергиямен шабыт бересіз бе қазіргі жағдайда? Қанша процент, әңгіме жоқ, бересіз, бірақ қайсысы басым? Энергия алу, одан жеу басым ба, жоқ әлде беру басым ба? Мен ойлаймын, біз бір-бірімізге энергия бермейміз қазір ба? Ол шындығында.
Бұны сіздің дәң айтқаныңыз өте дұрыс айттыңыз да, өйткені біздің сол арамызда тұр ғой. Соны мен өзім сондаймын ғой, мен өзіңіз мені көріп отырсыз ғой, мен ашықпын, мен бәрін қопарып саған жақсы көремін да. Мен оны айттым, бірге шешейік, бірге психологқа барайықшы, екеуміз ашық сөйлесейікші, қайтадан осыны шешіп алайық десем, ол кісі қашады, ол кісі жаба береді. Жоқ, ол психологқа да бардық, мен болмай алып бардым, бірге сөйлесейік семейный. Ол кісі ашылмады, сөйлемей қойды, айтпай қойды ештеңке. Екеуміз де отырып сөйлесейік десек, ол вообще көтергісі келмейді да. Мен тек қана ақша табуым керек, сонда сен барлық күшті болып кетеді деген ол кісіде ой бар. Мен уже не шерез талпына, мен наоборот сондай жақсы көремін. Мен терең сөйлескенді мен жақсы көремін. Енді қараңыз, вообще былай да Құранда аят бар да. Аят бар. Пенде өз жағдайын өзгертпей, Алла Тағала оның жағдайын өзгертпейді дейді. То есть сіз өз жағдайыңызды өзгерте аласыз, оны өзгерте алмайсыз. Біреуді ең біздің отношенияны құрауға, отношенияны бұзуға жасайтын номер бірінші әрекетіміз, ең қауіпті әрекетіміз ол өзіміздің партнерімізді өзіміз өзгертуге тырысу ғой. Бітті. Жарайды, сіз ендігі мәселеде былай, плюс ему тоже больно. Оның да жаны ауырып жүр. Не үшін ана психологқа барып ашылмады, не үшін жағдай не қыламады? Потому что ер азамат әйел сізбен салыстырған кезде ол эмоциональный түрде ол тұйық болады. Әйел кішкене ашық болады эмоциональный, то есть өз эмоцияларын, өз сезімдерін сезе алады, сезімталдық бар да әйелде. Еркекте онда жоқ. Еркек оны плюс оның поколениясында, мен поколение замандасы болып тұрған, біз поколениясында сезімталдықты әлсіздік деп үйретті бізге. Жылаған еркектер әлсіз деп үйретті бізге. По идее қазіргі заман бойынша, қазіргі заман көзқарас, жылаған еркектер, жылай алатын еркектер, олар мықты еркектер. Енді қараңыз, ойлаңыз, ему тоже больно. Оның кішкентай, қазір бар ғой, мына контактын орнату керек қой. Кішкентай Лаура бар ғой, кішкентай девочка Лаура, сіздің ішіңізде кішкентай девочка Лаура бар. Сіздің күйеуіңізде кішкентай ұл бар да, кішкентай ұл. Кішкентай қыз бар сіздің ішіңізде. Екеуі бүйтіп табысу керек қой. Екеуі бұртиып, екі бұрышта бір-біріне бұртиып отыр ғой. Екеуін табыстыру керек. Екеуі табыстыру түктеге жоқ. Ана махаббаттың потогы кеткен кезде, вы будете кайфовать. Бұл сіздердің ешқашан тығырықты нүкте болмайды. Тек қана өсу нүктелері ғана бар. Тығырықты жағдайлар болмайды. Бұл сіздердің семьяңыздың қарым-қатынас дағдарыстар болмай тұрмайды. Идеальный семьялар жоқ. Қарым-қатынаста дағдарыстар болмайды. Дағдарыстар арқылы дамиды. Осы ба? Қазір сіздер келіп тұрсыздар, қандай бір тығырықты нүктеге келіп тұрсыздар, бірақ сіздер оны тығырықты нүкте болуын жалғастырады. Қашанға дейін сіздер мына нәрсені игнорировать етпей, қашқақтамай, бұмен бетпе-бет келіп шешкен кезде. То есть есту керек, сіздер бетпе-бет келу керексіздерді, бірақ өте экологичный, ешкімнің жанын жараламай, неғымай. И сөйтіп соны шешіп, матаға махаббат потогын қалыпқа келтірген кезде қарым-қатынасы мүлдем басқа деңгейге шығып кетеді. По идее, негізінен махаббаттық қарым-қатынас, даже төсектегі қарым-қатынастар зор ғой, 40 жастан кейін түрленеді ғой негізі. Вообще басқаша, вообще супер кайфовать етесіздер сіздер. Просто сол нүктеге келіп тұрсыздар да. Просто соны неқтіп алу. Бұл жақта бұл, енді қараңыз, мен бір ұстазым айтады, үлкен ұстазым. Семьяда кім өзімен жұмысты бастады, сол ары қарай жұмысын значит, сол негізгі жұмыс істеу керек адам кім? Сол адам. Респедерлер да, яғни. Оны былай айтқан тренингтер, қасқаларында. Кез келген біз алғымыз келетін, кез келген нөмірде біз істейміз. То есть, сомен еңбек ету керекпіз. Енді сіз, көрдіңіз, сіз кезінде психологқа бардыңыз, оның тапсырмаларын енді мүмкін мүлдем орындамадық деп айтпай қойық. Белгілі бір деңгейде орындадық, бірақ толыққанды орындаған жоқсыз. Орындамаған былай тұрсын, ол жерде мәселе орындағанда емес, мәселе исцеление болу керек адамда. Просто сіздің белгілі бір деңгейде, мен вообще ситуацияны алып тастайық, вообще ол кісіні алып тастайық, ол сізге просто нені көрсетті, сіздің не принято дейді ғой, қабылданбаған, емделмеген, сіз назар аударылмаған сіздің тұлғаңыздың бөлігін, тұлғаңыздың қырын ол ұстаз, ол кіміңіз, жолдасыңыз, енді ұстаз болып тұр ғой бұл жерде, жолдасыңыз, и плюс жағдай, ситуация, сіз көрсетіп тұр ғой просто. Сізді көрсетті. И сізде арғай көрсетті, сіз әлемнен кері байланыс келді, сіздің 90% адамның әрекеті қалай? Ол кері байланыс үшін біреу, ол жағдай үшін біреуді айыптау, кінәлау, күйеуіңізді бұл жағдайда, сосын мүмкін әйелді кінәлау, ситуацияны кінәлау, өзіңізді кінәлау. И плюс
и плюс не істеп қалу, ана жарадан, ана ситуациядан жабылып қалу да болды. Жабылып қалу. Ал абзалда не болу керек? Абзалында, иә, ол мықты ұстаз болды, ол ситуация ұстаз болды. Өзіңізді кешірім сұрау да негізінен ол бер жағындағы әңгіме ғой негізі. И плюс, бұл мәселе шықты. Бұл мәселені мысалға да мен қандай өзімнің емделмеген бөлігіммен, қандай өзімнің қорқыныштарымен, қандай өзімнің тәуелділіктермен тудырдым деп өзімізбен жұмыс істеп, өзімізді емдеу ғой. И сөйтіп оған қайтадан не істеп, махаббат бар ғой, махаббат бармаса қосылмайсыздар. И махаббат болу үшін жаңағы сөйтіп сізде не істейді? Қайтадан энергетический поток. Махаббат потогы. Жоқ, сұрақ қойған жоқ. Махаббат потогы не істейді? Жалғасады. Сөйтіп қайтадан қарым-қатынас реттеледі, иншалла. Осы нәрселер жасалу керек еді. Енді қараңыздар. Мынау біз эгожамп тренингінде сол нәрселермен 2,5 күн өте терең жұмыс істеймін. Мен сізге кеңес беремін эгожамп тренингіне келуге. Енді Аллаға шүкір қаншама адам, бұл Америкадан келе жатқан тренинг қой. Мен Америкадан бұл методика Америкадан меңгердім да. Америкадан 1970 жылдан бері келе жатқан тренинг. Қаншама адам сарафанный радиомен келіп қатысып жүрген тренинг қой. Иншалла соған келіңіз. Ары қарай терапия нелер бар, оған да келіңіз. Мен қазір қысқа мейлі маған келмеңіз, бірақ ең бастысы бұл проблеманы игнорировать етпеңіз. Өзіңіздің жаныңызды игнорировать етпеңіз, шырылдаған жаныңызды игнорировать етпеңіз. Жалыңыз просто бірақ нәрсе айтып тұр. Жаным әшейін Лаура дейді, маған мені емдеші деп отыр ғой, болды. Маған назарда. Бұл жерде, ана жерде күйеуіңіз саған просто сізге не істеді? Сол проблеманың, сол сіздегі жараның бар екенін сізге не істеді? Просвет жасады да, яғни көрсетіп берді. Көрсетті болды. И оны қарызбен қазір сіз ақшамен, мүмкін сіздің жаныңыздың сұраныстары не істеп отырсыз? Сіз ақшамен жамап жатсыз ғой, қарыз алып жамап жатсыз. Не отырсыз? Ұстатана, иә? Ұстатана не? Ақшамен жаңалық. Мен сізге айтайын, $1,000,000 де жамай алмайсыз. Исцеление болады, исцеление болған кезде болды, $1,000,000 да керек жоқ. Ал ақшаға не деп айтатын болсақ, негізінен мына нәрсеге сұраққа, бәріңізге сұрақ. Сіздер ай сайын қанша табасыздар? Мысалға да, ай сайын сіз қанша табасыз, Лаура ханым? Ақшаңызға байланысты, қаржылық ситуацияға байланысты, тоже кері байланыс беріп жіберейін. Қанша табасыз ай сайын? $1,000,000. $1,500,000 дейік. Енді ай сайынғы сіздің шығындарыңыз, маған айтып жатсыз ғой, мен анандай белгілі бір отпуск, сіздің шығындарыңыз, өзіңіздің қажеттіліктеріңізді жауып жатсыз да, кредит алып, анау жауып, мынау общий шығындарды айтыңыз. Күйеуіңіздің шығындарын, отбасының шығындарын, балаларыңыздың шығындарын, сіздің шығындарыңыз, жеке бас шығындарыңыз қанша шығын кетеді? Среднем қанша кетеді? $1,500,000 да кетіп қалуы мүмкін сол. Келген ақша солай кетеді. Жинамаймыз да ше. Күйеуіңіздің айлығы қанша? Давайте грубо $1,000,000 дейік. Сіз енді не қылатсыз, жаңағыдай қысқартып айтып жатсыз ғой, шығындар точно айта алмай жатсыз. По-любому $1,500,000, кемінде $1,500,000 шығын бар. Мысалы Астанада тұрған, мен Астанада. Қазіргі меркамен қазір Астанада кемінде сен 2 миллион болу керек, минусқа кетпеу үшін. То есть сіз мысалға 2 миллион шығын болып жатыр сізде. И $1,000,000 сіз табыс табасыздар. $1,000,000 ай сайын неге жатсыз? Ай сайын неге кетіп жатсыз? $1,000,000 ай сайын сіз минусқа кетіп жатсыз. Ай сайын $1,000,000 минусқа кіріп жатсыз. И $1,000,000 минусты немен жауып жатсыз сіз? Минусты немен жауып жатсыздар? Қарызбен жауып жатсыздар, кредит алып жауып жатсыздар. Кредит алып жатсыз, қарыз алып жауып жатсыздар, сөйтіп жауып жатсыз ба? И плюс сізде қазіргі, енді айтып жатсыз ғой, сізде не көтеріп кетті ғой? Стандарттар, норма, уровень нормы дейді ғой, стандарты жизни көтерілген. Өзіңіз ақша тапқан кезде, не қылған кезде, сіз өзіңіз жұмыс істеуді тоқтап қалған кезде, сіз стандартыңызда сол деңгейде қалды да, бірақ табысыңыз ол деңгейге жеткен жоқ сізге. И сізде тоже мынау разница, сіз минусқа кетіп жатсыз ғой, түсінесіз ба? Түсіргіңіз келмейді, потому что упрямство бар, эго бар, ақыл бар, короче, түсіргім келмейді. Давай, сол сізде былай айтқан кезде упрямствоға обида қосылды. Давай, нечего себе, давай, тапсын енді, давай. Пусть покрывает, короче. Оған энергия жетпей жатыр, потому что не заряжайте, да? И плюс өз энергиясымен өзіне қаншалықты ол да осознанный адам дейсіз, мысалға, да? Его пилет на работе, дома тоже пилет, короче, энергия жоқ, не жоқ, блин, сүйретіліп жүр да, короче. Сүйретіліп жүр. Иә, тура солай. Жауапкершілікті албаған, енді бала шағаны асырау керек, өлген күннен жүр да. Өлген күн жүр, енді минусты жаба алмай жүр, енді сөйтіп. Енді осы ситуация жалғасса ары қарай болотаға кіре береміз да, то есть сізге кредит беретін адамдар азаяды,
жаңағыдай ақша беретін азаматтар азаяды, кредиттер бір күні просрочкаға кетеді, сөйтіп болотаға кіресіз, сөйтіп үлкен қарыз болады. То есть сізге енді сыртқы әлем қарыз арқылы сізді не істейді? Сізді по-любому өзіңізбен жұмыс істеуге, трансформацияға итермелейді ғой, короче. То есть к этому идет. Тағы да нәрседен разбор не беріп тұр сізге, білесіз ба? Хабар беріп тұр бұл жағдай. Жаным әшейін Лаура дейді, әңгіме жоқ дейді, жаныңа да ең бірінші кезекте жаныңды құтқар деп тұр. Жаныңды құтқару арқылы, жаныңызға үлес назар бөлу арқылы, өзіңіздің жаныңызбен жұмыс істеу арқылы, өзіңізді танумен жұмыс істеу арқылы, сіз өзіңіздің истинный миссияңызды, истинный өзіңіздің кәсібіңізді тауып алуға мүмкіндік. 40 жаста негізінен пайғамбарымызға 41 жаста не келген дейді. Пайғамбарлық келген дейді. То есть өзінің өмір бағытын өзгерткен. Көп адамдарға сол жастарда примерно кризис среднего возраста деп айтады, примерно сол кезде трансформация келеді. Яғни көп адамдар бағыттарын ауызартады. То есть сізге мысалға бағытыңызды өзгертуге осындай бір сигналдар ғой, короче, кері байланыс сыртқы әлемнен келіп жатыр. Енді сіздің задачаңыз сол сыртқы байланыстарды дұрыстап интерпретировать етіп, дұрыстап жұмыс істеп, оны біреуге отынды, короче, біреуге отын берсең, ол отынды өз басын ұруға қолданады, өз басын, ой, сорлымын деп. А біреу отын ретінде қолданып, от жағып, оған жылынады да, түсінесіз ба? Сізге кері байланыстар беріп тұр, қазір сізге әлемнен кері байланыс келіп жатыр, сізге ары қарай либо сіз жылап сықтап осылай өмір сүресіз, айыптап, кінәлап, өзіңіз жаныңызбен жұмыс істемей, либо сіз бұны трансформация үшін отын ретінде қолданасыз. Жалпы осы қысқа нұсқа айтатын болсам. Енді бірақ сұрақ қоя салайыншы сізге болды. Сонда получается мен көп нәрсемен негізі айналысып жүрмін, мен Қытаймен бизнес тур жасаймын, адамдарды апарамын, өйткені Қытаймен жұмыс істегенмін да неше жыл білемін. Потом өзім о жақтан товар әкеп сатамын, Кореядан алып келіп сатамын, бірдеңке істеп ай сайын ақша тауып жүремін негізі, өйткені саудадағы адаммын ғой өмір бақи. Бірақ жүрмейді жолым деп айтамыз ғой енді, жүрмейді. Бастайды, тұрып қалады, мен состояниемнан ғой, получается, осы жаңағы қарым-қатынасым дұрыс еместігі түбі сол болып тұр, Оның да бірі, плюс былай ғой, сізде, когда адамда интеллект күшті болған кезде, ақыл күшті болған кезде, ол өзінің жанымен шынайы болу қиын болады. Сіз қазір өзіңіз жаныңызбен шынайы болу, сіз просто, имитация бурной деятельности, короче, ананы істеп жатыр. Сіз қазір өзіңіздің шынайы өміріңіздің ісіңізді табыңызшы, миссияңызды табасаңыз бар ғой, сіз вот этот лишнияның бәрі бар ғой, лишнияның бәрін бүйтіп лақтыра саласыз болды, спокойно. То есть сізге қазір сізге, короче, бар ғой, қазір бар ғой, мен өзіңізге арнаңызшы уақытта. Өзіңізге арнаңыз дегенде зерттеңіз өзіңізді. Вот шынайы зерттеумен айналыссаңыз болды. Жақсы. Рахмет. Бұдан да грубо айтатын едім. Отстаньте от своего мужа, короче. Отстаньте от своего мужа. Жайына қойыңыз. Отстаньте от всех, короче. Работайте над собой. Вот қараңыз, Лаура ханым. Вот сіз бірінші психологқа бара бастадыңыз ғой. Мысалға мен семьямда мен бірінші психологтарға, психотерапевттерге барып, тренингтерге бара бастадым. То есть жаралы менмін ғой, значит, түсінесіз, емделу керек номер бірінші адам менмін. Ал көп адамдар қайтеді, 90% паралар қайтеді, проблема сенде дейді ғой, түсінесіз, ты должен лечиться дейді ғой, түсінесіз. Жоқ, мен өзім наоборот, өзімді. Значит, сіз бірінші бара бастадыңыз ба, значит, вы должны лечиться. Пока отстаньте от него. Ол сіздің трансформацияңызды көріп, он тоже может подключиться. Бірақ күтпейсіз одан. Тогда сонда қарамасыз. Әрине, сонда қарамасыз, сол сіз өзіңіз жұмыс істеу керексіз, мына жерде сұраққа жауап берін. Ер түздің адамы деп қабылдау керек әйел адам. Жалпылама сөздер емдемейді ешқашан. Бұл сөздер бар ғой, до того, өте асыл сөздер. Қазақтың әрбір айтылған сөзі асыл сөз. Бірақ біз бар ғой, бұны айта беріп, құлағымыз жауыр қылып, құзыздандырып жібергенбіз. Сөз емдемейді қазір, сезім емдейді, энергия емдейді. Энергия неизлеченный болса, энергия емделмеген болса, мысалға Лаура ханым жағдайында көп адамда солай ғой бізде. Емделмеген, сыртқа шығарылмаған жаралар, энергиялар бар, ол сөз ғана емдесе, баяғыда бәріміз сөзден жазылып кететін едік. Сөз емдемейді, сөз емес, ішкі жұмыс емдейді да оны. Ішкі энергетикалық жұмыс, жанмен жұмыс емдейді. Кесім сұрау керек шығар, тиімдісі.
иә кешірім сұрауда бірақ көмектеседі бірақ толықтай емдемейді. Бетін ғана жараның бетін ғана бүйтіп сипап қана қояды. Ол типа жұмыс істеді, типа ол емделді деген сияқты. Даже кешірім сұрауда мен сізге эгоны өсіріп жібереді, дұрыстап сұрамаса. Ой, мен кешірім сұрадым ғой, мен бірінші кешірім сұрадым, мен святоймын деген сияқты да. Көрдің ба, сен қателесесің, мен кешірім сұраймын, сен маған долженсің деген сияқты.